Айжан оңтүстік Қазақстанның Шағылын ауылында дүниеге келген, сұлулығы мен ақылы қатар жүрген қыз. Ұяң, тәрбиелі, әжесінің қолында өскен. Мектепті үздік аяқтап, Алматыға оқуға түсті. Үлкен қала, жаңа орта, барлығы Айжан үшін жаңа өмірдің баспалдағы болды. Бірінші курста оған назар салмаған жігіт болмады. Бірақ Айжан бәріне сыпайы, суықтау. Оның жүрегі бір жігітке ғана жылынған еді. Өзінің курстасы Қанат есімді қазақ жігіті. Қарапайым тектілігі бар, Айжанға жақын болуға тырысатын. Олар жүріп кетті. 4 жыл бірге оқып, диплом алған соң Айжан Қанатты өзінің жарым деп есептеді. Алайда өмір әркез біз күткен сценариймен жүрмейді. Қанат екеуі үйленді. Алғашқы жылы бәрі тамаша көрінді, бірақ біртіндеп Қанат өзгерді. Жұмыс жоқ, мінез ауырлай бастады, ішкілікке салынып кетті. Айжан жұмыс істеді, табыс тапты, үйді ұстады, бірақ Қанат оны қадірлей қоймады. Күнде ұрыс, дау, Айжанның жан дүниесі мүжіліп сарқыла берді. Күйеуі оның мейірімін әлсіздік деп санады. Бір күні Айжан шешім қабылдады. 2 жыл отасып ажырасты. Қазақы ортаның қысымы, ата-ананың өкпесі, қыз бала босағанша шыдау керек деген сөздер бәріне қарамастан ол кетті. Айжан ажырасқан соң шетелдік компанияда жұмыс істей бастады. Сол жерде Ли Чжэн деген Қытай азаматын кездестірді. Сабырлы, сыпайы, тәрбиелі, Айжанға көз қырын салатын. Бастапқыда Айжан оған мүлде мән бермеді, бірақ Ли Чжэн ешқашан тікелей сөз айтып, ыңғайсыздық тудырмады. Керісінше әріптес ретінде құрмет көрсетті. Бір күні Айжан қатты ауырып қалды. Жалғыз, жақын адамсыз. Сол кезде қасына келіп дәрі-дәрмек берген, түнімен қасында болған Ли Чжэн еді. Сол сәтте Айжанның жүрегінде жаңа бір жылулық пайда болды. Уақыт өте келе олар араласып кетті. Ли Чжэн қазақ мәдениетіне қызығушылық танытты. Тіпті Айжанның ауылына бірге барды. Әжесімен шәй ішіп отырғанда ол домбыра үніне елтіп тыңдап, бұл рух деді. Айжан алғаш рет өзінің қадірін түсініп, жанына жайлы адаммен бірге болуды армандай бастады. Бірақ олар үйленуге шешім қабылдады. Айжан қоғамның сөзіне емес, жүрегіне сенгізі келді. Ли Чжэн ата-анасына айтқанда, олар да қарсы болмады. Сенің бақытың біздің бақытымыз еді. Бірақ неке қиылып 1 жыл бірге тұрған соң Ли Чжэннің басқа қыры ашылды. Бастапқыдағы сыпайылық орнын суықтықпен есепке берді. Ол Айжанның әр әрекетін бақылап, эмоциясыз, жүйелі түрде өмір сүрткісі келді. Ешқандай жан жылуы, қолдау қалмады. Ол үшін өмір тәртіппен жоспар еді, ал Айжан үшін жүрек пен сезім. Айжан 2-ші рет таусылды, бірақ енді өзіне сенімдеді. Ол таңдаудан қателеспеген, тек адам өзгерді. Ол Ли Чжэннен де кетті. Бұл жолы өз еркімен емес, өмір мәжбүрледі. Қазір Айжан жеке студия ашқан, бала тәрбиесімен айналысатын маман. Ол ешкімді жамандамайды, тек бір шындықты түсінді. Мәселе ұлтта емес, адамда. Қанша жерден қазақ болса да, сенің қадіріңді білмеген бөтен болады. Қанша бөтен болса да, жүрегіңе жақын болса, туғаныңдай болады. Бірақ ең бастысы өзіңді жоғалтпау. Айжан махаббатты басынан 2 рет өткізді. 2 түрлі ер адам, 2 түрлі көзқарас, бірақ ол енді ешкімге сеніп емес, өзіне арқа сүйеп өмір сүріп жүр. Айжан Ли Чжэннен кеткен соң өзін жоғалтпағанына қуанды. Ол енді ешкімге өкпе артпады. Керісінше әр адам өміріне сабақ әкелетінін ұқты. Ли Чжэн оған сенімділікті, салқын ойды, өз құнын білуді үйретті. Ал Қанат жүрекке сенудің, бірақ өз қадіріңді жоғалтпау керек екенін көрсеткен бірінші өмірлік сабағы болды. 1 жыл бойы Айжан өзіне инвестиция құйды. Психологқа барды, тренингтерге қатысты, жеке тұлғалық даму курстарын оқыды. Бір күн Алматыда ана мен бала орталығын ашты. Қарапайым орталық емес, дәл өзі секілді ішкі жан дүниесі шаршаған әйелдерге, аналарға арналған кеңістік. Сол жерде түрлі ұлттан келген балаларға арналған балабақша да ашылды. Бір қызығы, Ли Чжэнмен бірге тұрған кезде үйренген Қытай әдістерін де пайдаланды. Тыныс алу, эмоциямен жұмыс, логикалық ойындар. Орталық ашқанда 2 жыл болғанда бір ер адам баласын алып келді. Сыпайы көзқарасы анық, қазақ емес, бірақ қазақша сөйлейді. Аты Мұса, түрік азаматы. Алматыда 6 жылдан бері тұрады, жалғыз әке.
әйелі шетелге кетіп баласынан бас тартқан екен. Мұса баласына бар жағдайды жасап келеді. Айжан мен Мұса бірден дос болып кетті. Бұл жолы Айжан махаббатқа емес, жылы қарым-қатынасқа, шынайы мейірімге құлақ түрді. Екеуі әңгімелесіп, бірге жобалар жасап жүріп, бір күні бір-біріне үйреніп кеткендерін байқап қалады. Айжан бұл жолы асықпады, уақыт берді. Сенім күте білді. Мұса да оған бірде-бір рет қысым жасамады. Екеуі бірге демалып, бірге жұмыс істеп, бірге ата-ана болуды үйренді. Бірнеше жыл өткен соң Айжан мен Мұса шағын той жасады. Артында екі өткен өмір қалды, бірақ ол үшін енді олар тек сабақ. Ол бақытты болу үшін ұлттың маңызды емес екендігін, махаббат пен сыйластықтың басты екенін түсінді. Айжан енді қазақ болсын, Қытай болсын, өзіне сай келмесе ол жат, ал жан дүниені ұқса, шын бағаласа, ол сенікі деп айтатын болды. Бірақ кез келген адам жүрегінде бір нәрсені ұмытпайды. Бірде кешкілік Айжан өткен күйеуі Қанатты көріп қалды. Сақал қойған, жүдеу тартқан, жанарында бұрынғы сенімділік жоқ. Көздері кездесті. Қанат басын изеді. Айжан да сәл жымиып өте шықты. Сол сәтте ол өзіне іштей мына сұрақты қойды. Егер сол кезде шыдасам, қазір басқаша болар ма еді? Бірақ бұл сұрақтың жауабы болмады. Өйткені тағдырда егер деген болмайды. Болған нәрсе болуы тиіс болған. Мұса мен арадағы қарым-қатынас тереңдей берген сайын Айжан үшін бір нәрсе анық болды. Бұл адам оған жай ғана серік емес, жан дос. Бірақ дәл осы кезде Мұса Түркиядан шақырту алды. Анасы қатты ауыртып жатқан. Уақытша кетуге мәжбүр болды. Айжан қорықты. Енді тағы да жоғалтып алам ба деген үреймен өмір сүрді. Бірақ Мұса кетер алдында, мен оралам. Егер тағдыр бізді қосам десе, мен саған үйленуге келем деді. Айжан жауап қатпады, тек басын изеді. Мұса кетті, 1 ай, 2 ай өтті, хабар бар, бірақ нақты күн жоқ. Айжан үміт пен уайым арасында жүрді. Мұса 3 айдан кейін оралды. Алматы әуежайынан Айжанды таңғы сағат 6-да күтіп алды. Қолында жүгі де жоқ, тек бір кішкентай қобдиша ғана. Мұса мен Айжанның қарым-қатынасы алғашында тек ортақ мүдде, бала тәрбиесі аясында өрбіді. Мұса баласын әкеліп кетіп жүрді. Айжан әр кездесу сайын оның мейірімділігіне, сабырлы қалпына таң қалатын. Бұл ер адамда асығыс ештеңе жоқ, бәрі орнымен. Көп сөйлемейді, бірақ айтқан сөзі нүкте секілді, орынсыз емес. Бір күн Айжан кешке орталықтан шыққанда жаңбыр жауып тұрды. Қолшатырын ұмытып кетіп, аялдамада қалтырап тұрған сәтінде Мұса көлігімен тоқтап, мін деп қысқа ғана. Айжан көлікте үндемей отырды, бірақ ішіндегі толқынысты жасырмау мүмкін емес еді. Содан бері олар жиі кездесе бастайды. Екеуінің де өмірден алған соққысы, өткен жүректегі жаралары ұқсас еді. Мұса, мен ұлтым түрік болғанымен жүрегім қазақша соғады. Ал мен қазақ болсам да көбіне өз ортамнан жылу таппадым, деді Айжан күлімсіреп. Екеуі де үнсіз қалды, бірақ сол үнсіздік шынайы түсіністіктің белгісі еді. Айжан, мен үйленейік деген сөзді жай ғана эмоциямен айтпадым. Сен менің тыныштығымсың, сен мені қайта тірілткен адамсың, деді. Айжан ұзақ үнсіз қалды, сосын жай ғана, бұл жолы мен де дайынмын, деді. Олар шағын ғана той жасады. Қазақ-түрік мәдениеті тоғысты. Айжанның әжесі алғашында қарсылық танытқанымен, Мұсаның қарапайымдылығын, ізеттілігін көрген соң өз батасын берді. Енді Айжан ештеңеден қорықпайды. Ол өмірден үйренді. Адамды ұлты емес, ниеті мен іс-әрекет анықтайды. Қанат оның жастық шақтағы махаббаты болса, Личен сенім мен өз қадіріңді ұғынудың сабағы болды. Ал Мұса жүрекпен таңдаған өмір бойы жанында болатын нағыз серігі. Қазір Айжан мен Мұса отбасымен бірге ел ішінде балалардың дамуына арналған үлкен орталық ашты. Түрік пен қазақ ұлттарының тәрбиелік ерекшеліктерін біріктіріп, ата-аналарға жаңа көзқарас қалыптастырып жүр. Айжанның жүрегінде енді өкпе жоқ, тек шүкіршілік пен тыныштық бар. Себебі ол бір рет адасты, бір рет шалынды, бірақ соңында өзін тапты деп Айжанның оқиғасы осымен аяқталған. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы тек қана шынайы өмірде болған оқиғаларды ғана жариялаймыз. Әңгіме ұнаса, видеомызға лайк басып, каналға тіркеліп, комментарийге өз пікірлеріңізді
қалдырып кетіңіздер.